Қайырлы күн. Бұл сала таңдау каналы, есімім Құрманғалихан. Бүгін жалпы сала таңдау каналымыздың жазылушылары, көрермендерінің сұрауы бойынша әйел кісілерге қандай саламен айналысса болады деген сұрақ біраз қойылды бізге. Комментарияға да біраз жазылды, жекеме де шықты мысалы. Көбінесе ер кісілерге арналған салаларды біз көрсетіп жатырмыз ғой. Бұның алдында да сала тура сол болды, Нұрмұхан бауырдың саласын көрсеткен болатынбыз. Енді бүгін Нұрмұханның көмегі тағы да керек болып отыр, өйткені бүгін біз әйел кісілерге арналған және де 10 000 теңгемен әйел кісілерге бастауға болатын саланы көрсететін боламыз. Мүлдем тегін болады, бұны сіздерге түгел көрсетіп, түгел үйрететін боламыз. Сіздерден бір ағзат талап етеді, айтқанда бірге бір істеу және қайталау. Және біз бұны бүгінгі біздің қандай сала деп отқан шығарсыздар, мен кеше сала таңдауда опрос жүргізген болдым, қандай саланы көрсеткен кезде біз гипспен сабын жасау, біраз опрос жүргізген кезде сабынды жасауды үйрет деген көп сұраныс сода көп болды. Сондықтан бүгін сіздерге біз сабын жасау және қарапайым сабын емес, кір сабын тағы да басқа. Кәдімгі бізде алда өздеріңіз білесіздер, ғашықтар күні келе жатыр, қыз жүрекпен төлеген дейді, Валентин күндері келе жатыр, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні келе жатыр енді. Осы мейрамдарда өте жақсы жүреді деген ниетпен сіздерге біз бір 10 000 теңге көлемінде бастауға болады саланы көрсететін боламыз. Және де ол 10 000 теңгені 50 000 теңгеге айландыруға болады. Егер тура біз айтқандай істесеңіздер әрине. Бүгінге біз жасайтын неміз ол силиконмен жасалатын өнім бе? Өнімді одан силиконмен жасалатын сувенирлер. Бізге бүгінгі Нұрик не керектігін өзің бір атап өтсең. Бұл сабын жасауға мынандай силиконовый формалар керек. Түрлері көп. Силикон килограмм где-то 5500. Өздеріңіз құйсаңыздар болады. И міне мынандай сабын российский, китайский екі түрлері бар. Прозрачный ақ түрі бар. Бұған неше түрлі красителер бар, мынандай қызыл, сары, неон деп тұратын, жанатын. И иіс беретін, мына жерде яблоко, иісін беріп тұратын бар. И жаңағы мына жерде ондай жоқ, нелер бар, полезный майлар, детский сабындарға қосатын. Тоже осындай чебікпен сатылады. И силиконнан басқа мынандай пластиковый түрлері бар. Арзан, қанша? 500 теңге тұратын шығар. Неше түрлері бар. Біз именно осындай екі түрін алдық. 300 грамм силикон, килограмм силиконның 5000 теңге. Ал 5000 теңгеге сіздер силикон алатын болсаңыздар, мынандай ойыншықтың бір 10-ын жасауға болады. Және де біз ең кішкентай түрін көрсетеміз сіздерге. Бұл қазір онша түсініксіз болып отыр деп ойлаймын. Бірақ алда уақытта біздің өнімдер, сувенирлер дайын болғанда сіздердің көздеріңіз жететін болады. Яғни біз сіздерге даже бүгін копилка жасауды да үйрете аламыз да, қысқаша айтқан кезде. Әрбір бір сувенирлер қандай жерден көрсеңіздер, қандай мүсін көрсеңіздер де соның бәрін жасауға болады. Үй жағдайында және оған ешқандай станок тағы да басқа зат керек емес. Мынау 3,5 теңге тұрады. Бұны арзан алам десеңіздер, силикон килограмм 5000 теңгеге сатып алсаңыздар болады. Сосын жерде люблю маму, чемпион, анамна, 8 марта, день Валентина, бір бәле дегендерді сатып алсаңыздар болады. Болмаса заказбен жасасаңыздар болады. Бұның мынау қорапшасы 500 теңге тұрады. Ал сабын жалпы 2,5 теңгенің айналасында тұрады. Бұл российский сабын, яғни ресейлік. Негізі қытайлардікі де бар, қытайлардікі арзандау келеді. Мынау российский болғаннан кейін, российский де қойсың. Российский болғаннан кейін бұл 2,5 теңге килограмм, сондай ода қытайлардікі 1000-1500 теңгеден болады. Одан кейін бізде мынау расцветкалардың бағалары бір ұмытпасам бір 800 теңге ма? Одан арзан ба? 300 теңге, иә. Яғни мынау түс береді. Яғни сіздің сабыныңызға, сувениріңізге түс бергенге қарапайым краскілерді қолдануға болмайды. Бұл өзі арнайы осындай красителер бар. Осыларды пайдалану керек. Одан кейін иістендіргіш, манго и папайя, мысалы, яблоканың иісі, болмаса парфюмдардың да иісі пайдалануға ол жерде әртүрлі парфюм нелер иістер бар әртүрлі былайша айтқан кезде. Сосын андай пайдалы майлар бар, оны шыны керек ұмытып кеттім. Мысалы, сабын болғаннан кейін ол сабынның бір пайдасы болу керек адамға тиетін. Мүмкін бактерияны жоя ма, мүмкін безеуге кетіре ме, білмеймін, безеуді кетірте ме ол. Бірақ точно бактерияны жоятын майлармен қосып сатылады. Яғни қарапайым сабын емес, пайдалы сабын жасауға да болады. Болмаса сувенирный сабын жасауға болады. Болмаса свеча да жасап шығуға болады. Бүгінгі біздің мына қолымыздағы өнімдермен. Бүгін сіздерге біз гипстан жасап көрсетеміз және сабыннан жасап көрсетеміз. Оны жасағаннан кейін қысқаша айтқан кезде бүгінгі видео сіздерге несімен пайдалы болады? Біз жалпы сіздерге бір 1000 теңгенің затын, 1000 теңге емес даже
300-400 теңгеге шығарылған затты қалай 2000-5000-ға сатуға болатынын үйретемін. Үйретпей мен дәлелдеймін бүгін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен айтамын, әрбір әйел кісі, әрбір қыздар бір-біріне осы видеоны жіберу керек, және бұл пайдалы. Үйде балаңызға істетсеңіз де хобби ретінде, өзінің қол өнер ретінде үлкен пайдасы зор, адамның творческалық идеясын дамытады. Жалпы айтқан кезде бүгінгі видеомыз сіздерге басқа видеоларға қарағанда өте пайдалы контент болады. Біз бүгін сіздерге упаковканы көрсетеміз, және бағаны қалай қою керек, және де үйде өндірісті қалай жасауға болатынын түсіндіретін боламыз. Және бұл мүлдем тегін болады. Так, бірінші мынаған құяйық. Ол үшін мына сабынды мынандай кішкентай тез еру үшін кішкентай тура болу керек. Кішкене ғана сабын кетеді, бұған көп кетпейді. Аюлардың біреудің түсін өзгертеміз. Бір мына аюға қазір тұз қосып жібереміз. И микроволновкаға где-то 15 секундқа қоямыз. Микроволновкаға 15 секундқа. Міне сабынымыз еріді, где-то 30 секунд тұрды неде, микроволновкада. Енді осыған наны құю үшін қызыл түсті қосайық. Көп қоспаймыз, 1-2 капля жетеді. Енді иіс шығарғыштан мангоны алайығы. Манго и папайя. Бұны да көп емес. Болды. Бұны араластырамыз. Пышақпен араластырып жүрмін. Бұлай араластырсақ та болады. Өзіңізге байланысты қатты көп қоссаңыз, қатты қызыл болады, аз қоссаңыз, осындай розовый осының өзі әдемі түс болып шығады. Розовый ежик болады. Иісі жақсы шығып жатыр. Қайсысы не болсын? Яблоко ма? Манго ма? Қайсысы? Енді біздің силиконовый форманың ішіне осыны құямыз. Үлкен қоямыз, Енді осы күйінде где-то қанша? 20 минуттай суық жерге қойып қойсаңыз, толық кебеді сонда. 15 минутта жетеді негізі. 20 минут, 15 минутта қатып дайын болады. Енді қалғандарын көрсетейік, басқа түстермен. Басқа түстерін де көрсетейік. Одан кейін гипспен жасауды көрсетеміз. Mınalar abi жазып Сабынды міне ертіп алдық, сұйық қазір. Қазір анау любите маму дегенді басқа түспен жасаймыз, соған кішкене. Анам жақсы көреді. Кішкене құямыз да. Басындағы сөзді бөлек қылу керек та, яғни люблю маму деген қызыл цветпен ба жасау керек бөлек қылып. Ашық түсті қысақ жақсы. Яблоко өсті ба? Бұған жазуға баспай қойын, ана общий сабынға қосасыз. Бұған шприц керек. Шприц керек, яғни міне. Бұлай бір шприцті полный қылып аламыз да. И аккуратно жазу үшін міне қарап тұрып, любите маму дегенге именно жазуға ғана ақырын құйып аламыз. Өзінің выемкалары бар ya. Қалған басқа түспен бояймыз. Кепкен күтеміз кішкене. Кепсін. Кейін андай шеттерінен шығып кеткендерін пышақпен алып тастаймыз. Гипсті ма? Сувенир қылып па? Гипсті даура берейік.
общем сұмдық болды бұл видео. Ана қазір Нұрик гипспен жасап көрсет сіздерге. Гипстің бір мешогы 900 теңге. Ал бір мешок гипста мына жерде қанша бір 1000 штук па? 1000 жасаса болады. Кішкентайынан 1000 жасау болды. Егер үлкен сувенир сатса одан 1000 жасау болды да кемі. Мынандайдың үлкендері сатылады. Либо өздеріңіз құйсаңыздар болады. Үй жағдайда жасауға болады. Мына обычный гипсқа су қосамыз. Су жетпейді ғой. Су қостық, енді осыны жаңа сұйық болған шығармыз. Жете ма? Егер адамда креатив болса, любой зат жазайды. Шашпа деймін саған. Мына гипсін қап-қара ма не бер? Неше тұрсын? Қой соған. Гипс тез кебеді? Так. Ауасын шығару үшін кішкене слегка болады. Мына жазуымыз қатты, бірақ былай қарайтын болсақ, мына шеттерінен кішкене артық жерлер кетіп қалған, соны пышақпен кесіп алып тастау керек. Оңай кесіледі. Яғни көріп тұрғандарыңызда мына жер артық болып тұр. Осыны пышақпен алып тастасақ. Енді осыған үстіне сабын қойғанбыз. Бұл мына қалыптан оңай шығу үшін негізі сабын жасағыштар бұған мынандай спирт болады. Спирттің орнына мынандай духи қолданса болады, любой духи дезодорант. Ақырын шашамыз. Сол кезде одан оңай шығады болады. Енді сағат тұталып, дайын сабымызды қойып. И не бер. Осы жол яблоканы қосып көрейік. Иістендіргіш. Красканы потом Иістендіргішті қостық. Яблоко, міне иісі шыға бастады уже алманың, жасыл алманың иісі. Көк алманың. Сұйық болды. Енді мынау қатты ыстық болмау керек. Кішкене күтейік суығанша. Өйткені мына жазу жұқа ғой. Қатты ыстық құйып жіберсек, мынаны ертіп жібереді. Кішкене салқындағанша күтеміз. Өзі білінеді, мына астынан ұстап тұрсаң ыстық болып тұрады. Гипсіміз уже дайын болды. Әлі ыстық кішкене дейік. Асылу керек жоқ. Егер мынандай тоже бетінде шариктар қалыптасса, жаңағы духи сепсеңіздер, кетіп қалады. Майда шариктар болса, өзі сізге ұнамаса, сонда түп-түзу шығады. Бір және чемпион деген сөзді жалпы сары түспен боясақ деп отырмыз. Сары түспен ерекше болу үшін. Арт жағын, бірде сосын жан жағында гүлді сарымен боямыз ғой. Так, духи сеу жер, бір-екі рет. Еркеткен ғой деймін. Су сияқты тұр ғой ғанша. Енді осы кеткен тик. Мына жерде мен артықтарын көріп тұрмыз. Осы артықтарын жаңағындай пышақпен алып тастайық. Сол кезде біздің бір деген жазуымыз түзу болады. Суды, кішкене суды қоя саламыз. Точно судың түтін шықты ма? Жалпы құйғаннан кейін сабынды или гипсті 15-20 минут күту керек. Салмай қой қайтадан. Шыға салмайды.
15-20 минутта күту керек. 15-20 минут күткеннен кейін шығара бересіздер ақырындап. Егер ертерек шығарып алған болсаңыздар, қатты сұйық қып жіберсеңіздер, ортасынан бөлініп қалуы мүмкін, сондықтан уақыт бөлген дұрыс кепкенге. Қазір неден бастайық? Мамадан. Шығару үшін қабырғаларын жаңа ашып алу керек бұл. Керіп ше. Сосын ақырын столға қоямыз да. Түсек теріп. Қандай сабын. Міне, люблю маму. Қалай жынды көріп тұр ба камерада? Қандай сабын мысалы алады ғой, көзге де жақсы көрінеді. Қалай жақсы көріп тұр камерада? Біздің бірінші өнім. Чемпионы. Чемпионымыздан настоящий чемпион шықты. Зыңдай шықты. Қалай, зың ба? Маған көмегіңе шуат. Өтті әдемі шықты. О, ежик. Мана идеально өтті. Қай жынды көріп тұр ма? Любой алады ғой. Алмас талаған. Шариктерін қарасаңшы басында. Қалай? Зың ба? Екінші сабынды ашайық. Соңғысы гипс қала берсін. Бұл бізде Мишка Тедди деген сабын. Третий личность көрсеңіздер. Сөйлеп басты рөлді ойнайтын аюлардың бірі. Бұл да зверский шыққан бұл да. Үстіндегі жүні бәрі қалай. Зың ба? Гипстан көрейік, ашып. Гипстан көрейік. Бізде гипстан жасалған өлі. Оян ғой дейіп. Жаңағы кесесіне қаралады. Бірақ мынаған қарағанда құлақтарын бәрі әдемі шыққан көрдіңіздер ғой. Гипстан жасалған. Енді сіздерге біз мына затты қалай енді мына сабынды қалай 5000 теңге или 3000 теңгеге сатуға болатынын көрсетейік. Жалпы айтып отырмыз ғой, мынаны біз қалай енді мынаны енді себестоимостьін есептесек, бізде сабынды көрдіңіздер әлі қаншама сабын қалды. Бұның четін ғана қосады, қалай біреуіне егер 2,5-ды бөлетін болсақ, 100 теңге де болмайды, мына негізі құны, иә. Ну ладно, 100 теңге деп есептейік, там краскасы бар, там жұмыс бар. 150 теңге өзіндік құны себестоимость. Өзіндік құны 150 теңге болса, бұны енді біз қалай 1500-2000-ға сатсақ болады. Еседе жақсы болып тұр мысалы. Түсіріп отырсың ба? Иә. Ол үшін бізге мынандай қорап керек. Бұл қораптарды негізі арзаннан табуға болады. 50 теңгеден, 100 теңгеден, 200 теңгеден, ну кемі 500 теңгеден тұратындар бағаларда бір. Типографияда да арзан болуы мүмкін. Және де бізге мынандай әрлейтін, мынау не емес, шөп емес, шөп сияқты ғой. Не істейміз, ары қарай біздің жұмысымыз шөптен кішкене алып, коробканың ішіне былайынан қойып, коробка қойғаннан кейін үстіне чемпионды қойып, мына жақта екінші коробкаға I love you маманы қойып, я тебя люблю мама. Мынаны аламыз да, не істейміз, келесі процесіміз коробканы жабу. Енді сіздердің алдарыңызда не пайда болды? Бренд. Ну енді мынаны инстаграмға дұрыстап суретке түсірсе, даже инстаграмды ашып берсе болады. Дұрыстап түсіріп, 9 суретімен инстаграм ссылкасын қойып қойсақ болады, упаковка, иә? Енді қараңыздар, люблю маму яғни. Одан кейін чемпионды көрейік. Чемпион ұстап қойық. Мынау, иә, бірінші орын чемпион.
Қарасаңшы, бұл да қандай әдемі. Екеуін енді осындай коробкада, осындай упакована сатсақ өнімді. Қалай ойлайсыздар, ақша табуға бола ма? Өте ме анау? Кемі 1000 теңгеге, кемі 2,5-5000 теңгеге де ұялмай сатуға болады. Заказбен жасап беруге де болады адамдардың атына, баласының атын. Енді бұндай упаковканы енді біздің қонжықтарымызға да қолдануға болады әрине. Бірақ бұған арнайы өзіне келетін коробка алсақ, біздің енді коробкаларға сыймайды ол. Коробкасын алатын болсақ, мынандай. Бұлар да бір идеальный не ғой енді, қысқаша айтқан кезде. Алардың бағасы енді 5000-ға, 3500-ға дейін сатуға болады бұларды. Мына біздің гипстан жасалған өнімді, тағы да басқа. Құрметті достар, сіздердің бүгін көз алдарыңызда біз бір айналдырған 1 сағат, 1-2 сағаттың ішінде өте керемет упаковкадағы өте керемет өнім жасап шықтық. Бұны біз ойлап тапқан жоқпыз. Бұны Нұрмұхан ютубтан видеоны көрді, одан кейін силикон алайық дедік. Тағы да басқа біз бұрын айналысып көрген болатынбыз, бірақ үлкен сувенир жасап сатқанбыз біз уақытында. Қазақша контент жоқ. Ал сіздерге біз мынаның үйрететін сабағын бәрі осы жерде тұр, іштеген қарап басқа жерін қараудың да керегі жоқ. Осы видеоны дұрыстап 2-3 рет айналдырып көрсеңіз, мынаны үйреніп шыға аласыздар өздеріңіз ақ. Мынаны жатқызып көрші. Мынаны осы видеоны біздің дұрыстап көрсеңіздер, өздеріңіз жасап мынаны үйрене аласыздар. Сосын құрметті достар, Инстаграмын ашып мынадан мен шын айтамын, кәсіп жасауға болады мынандай упаковкада. Кемі бір 10 000 теңге ақша кетті, негізі арзандап алсаңыздар 5 000 теңгеге де жасауға болады. Ал мына біздің сабыннан әлі бір 100-ін жасап шығуға болады. 100-ге жуығын жасап шығуға болады. 2,5 теңгеге алған дүние мына красителер бар, красителер бар. Кеткен де жоқ. Чуть-чуть. Кішкене тамшыдан ғана кетті. Ал мынау многоразовый. Мынаны 100 рет, 1000 рет қолдансаңыз да болады. Сондықтан құрметті достар, біз сіздерге осы жерде сіздер көріп тұрған мына заттың бәрін ойнатамыз деп шештік. Біз сабынымен қосып, упаковкасымен толық сіздерге береміз. Мынаны да қосып береміз керек болса. Даже мыналарды да берейік. Енді шарттары қандай? Шарттары менің YouTube каналыма подписация ету, яғни тіркелу, жазылу, қоңырау шаны басу, одан комментария жазу. Біз жеңімпазды қалай анықтаймыз? Жеңімпазды анықтаудың түрі оңай. Біз комментарияны кемі 1000-ға жету керек. Мен YouTube каналымда комментария. Құдайға шүкір, жаман демеймін. Лайкты да, просмотрды да жақсы жинайсыздар, жақсы көресіздер, жақсы лайк басасыздар. Бізде жаңағы аяпы Қанымкүл ма? Қанымкүл апайымыз ғана бар, әйтеуір кішкене бүйтіп риза емес болып жүрген. Сіз де ұтып ала аласыз Қанымкүл апай. Қысқасы шарттар қандай: YouTube каналға жазылу, қоңырау шаны басу, одан кейін комментария жазу. Сосын біз бүгін қаншасы? 13. Бүгін 13, видео 14-15 шықса примерно. Біз 20-сы күні осыны ойнататын боламыз. Қазақстанның әрбір шетінен 20-сы күні менің Instagram каналымда, мына жерге Instagram каналын салатын боламыз. Менің Instagram каналымда біз ойнататын боламыз. Тікелей эфирде кешкі сағат 6:00-де, YouTube'тан комментарияның ішінен біз жеңімпазды анықтайтын боламыз. Бір адамға береміз, или 2 адамға берсек дұрыс па? Бір адамға дұрыс болады ғой, айтқаз ғой. Ладно, онда бір адамға берейік. Бір адамға береміз осының бәрін. Жеңімпазды комментариямен бір адам тоқтатам, сол кісіге кірем, ютубыма подписаться еткен ба қарайым, инстаграмыма подписаться еткен ба қарайым. Егер подписаться етілген, тіркелген және комментариясы сөзді жақсы болса, мен сол кісіге салып берем, және сол жерден сол кісіні комментариясы жазамын. Сіз ұттыңыз, тағы да басқа кері байланысқа шықса шықпаса басқа адамға береміз. Қысқасы, ойынның шарттары осы. Егер осы жеңімпаз болғыңыз келсе, шарттарды қайталап өтейін. Негізі қайталаған көбісі ұнатпайды. YouTube каналға тіркелу, қоңырау шаны басу, комментария жазу. Бір комментария емес, егер осыған түскіңіз келсе, кемі 7-8 комментария жазыңыз. Комментария 1000-ға жету керек, 20-сына дейін. Өтініш, құрметті көрермендер, 1000-ға жеткізейікші. Мен жаман демеймін, 500-ге дейін жеткізесіздер, оған да рахмет. Үлкен рахмет. Ал енді жақсы бір сыйлықты ұтып аламын десеңіздер, кішкене толығымен атсалсайық. Сосын мынаған енді өздеріңіз сыйлық ұтпаған кісілерге де ренжіс жоқ деп ойлаймын. Мен мынаның бәрін қайдан алған сіздерге мекен жайын беретін боламын, адресті. Ссылка қоя саламыз. Ссылкаға видео қоя саламыз. Любой регионға отправка бар. Любой регионға отправка бар, дұрыс. Сосын мынандай упаковать етуге бола береді ойыншықтарды. Міне біз сіздердің көз алдарыңызда бүгін өнімдерді жасап шықтық, міне. Бұдан да кәсіп жасауға болады 5000-10 000 теңгеге. Яғни кәсіп жасау қиын емес. Тек ыңғайын және кішкене креатив болса болды. YouTube'тан, интернеттен біраз ізденіңіздер. Біздің YouTube каналмен бізбен бірге болыңыздар. Сатаңдау Telegram каналына жазыңыздар. Біздің YouTube каналда болыңыздар.
лайк басыңыздар, достарыңызға, туыстарыңызға, класстастарыңызға бөлісіңіздер. Және де менің подписчигім санын осы қаңтар айының соңына дейін бір 15 мыңға жеткізсек риза болар едім. 15 мыңға жеткізейік. Достарымыз, туыстарымыз түгел таратайық достар. Алдағы уақытта біз ұлдарға арналған тура осындай сала көрсететін болам. Тегін көрсететін болам осындай бір өте керемет салаларды. Бірақ шарт бар. Мен ұлдарға арналған саланы қашан көрсетем? YouTube каналымда 15 мың подписчикқа жеткен кезде. Жарай ма? Сау саламатта болыңыздар. Видеоның астында, комментарияда емес, видеоның астына бассаңыздар, описаниясында толық сілтемелері Instagram ссылкасына жасап тастайық керек болса. Толығымен жазып қоямыз. Керек адам сол жерден өзі іздеп табады. Ал кім толық үйренгісі келеді, осы видеоны 10 рет қайталап көрсеңіздер, үйреніп шығасыздар. I had 9 lives, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they dressed in black, they left my side. And all I say is that I wasted time when I look for them. For now I know that things gone past are never to be found again. No, never, never again. I had 9 lives, but lost all of them. Finished it, and I've been searching for the thought, and I've been searching in a haze. I try all days to remember it, but now the blueprint in my mind has gone. My mind forgot the color of direction, and my eyes, they see the hands that could have built, that could have constructed the empire in my mind. The empire I'll never find. I had a plan, but that was where it ended.